Жақында Шымкент қаласындағы Қазақ-түрік лицейіне түстім. Гүлжан апаймен 5 ай дайындалдым, және ол 5 айдың барлығы онлайн болды. Гүлжан апай да маған әрдайым ескеретін, менің қолымнан бәрі келеді. Қуанышты болдым, бірақ ешқандай эмоциясыз, кішкене жылағым келді, қуаныштан толқып тұрдым. Барлықтарына сәлем, менің атым Зире, мен 12 жастамын. Жақында Шымкент қаласындағы Қазақ-түрік лицейіне түстім. Бүгін сендерге мотивация болу үшін Гүлжан апайдың сұрақтарына жауап беретін боламын. Гүлжан апаймен неше ай дайындалдым? Мен Гүлжан апаймен 5 ай дайындалдым, және ол 5 айдың барлығы онлайн болды. Гүлжан апаймен дайындалу қалай өтті? Қатталма күніне қанша есеп шығарушы еді? Гүлжан апаймен дайындалу маған өте қатты ұнады. Ол мені түсінеді, жақсы түсіндіреді. Кез келген оқушымен жақсы тіл табыса аладым. Және ол қатал деп айта алмаймын. Орташа ол жұмсақ та емес, қатал да емес, ұрса алады. Керек кезінде негізінде өте кішіпейіл апай. Қандай мотивациялар алдың? Мен өзімнің жарқын болашағымды ойластырдым, және сол кезде мен өзіме көптеген мотивацияны алдым. Және де маған ата-аналарым айтатын, Гүлжан апай да маған әрдайым ескеретін, менің қолымнан бәрі келеді. Және де сендердің де қолдарынан барлығы келеді. Тек өздеріне сенуді тоқтатпаңдар. Ништің сұрақтарының КТЛ-ден айырмашылығы қандай? Ниште мәтіндерге де көңіл аударады екен, ал лицейдің тестінде тек Қазақстан тарих пен қазақ тілі ғана. Ништен қандай балл жинадың? Қанша балл жинадың? Матем қанша пайыз? Қай пән төмен болды? Менде ең төмен пән ол сандық сипаттама болды, себебі мен оны кішкене дұрыс ұйғарған жоқпын, себебі бұрында мен ондай тест ешқашан тапсырған емеспін. Оған кішкене үлгере алмай қалдым. Және математикамнан мен өзімді 70-80%-ға бағалаймын. Математикасы қатты қиын болған жоқ, бірақ кішкене мен үшін кішкене қиындау болды. Нешке түспей қалғанда көңіл күйің қандай болды? Қалай өз-өзіңді қолға алдың? Нешке түскенде әрине менің кішкене көңілім түсті, бірақ мен ол кезде өзімнің туысқандарымның үйінде болғандықтан басқалардың мазасын алмас үшін өзімді қолға алу керек деп шештім. Және олай істегенім дұрыс болды, себебі егерде жылап, одан кейін депрессияға түскенімде лицейге түсе алмаушы едім. КТЛ-ге түсетініңді білдің бе, және қалай қуандың? Мен өзіме сендім, дайындалдым. Мен бір мақсатым болды, лицейге түсу, сол жерде 11-ші сыныпқа дейін оқу бітіру. Және де мен түскенімді білгенде мен өте қатты қуанышты болдым. Бірақ ең басында маған айтқан кезде сен түстің деп. Мен ешқандай эмоциясыз отырдым. Өте қуанышты болдым, бірақ ешқандай эмоциясыз, кішкене жылағым келді, қуаныштан толқып тұрдым, өте қатты қуанышты болдым. Ниш КТЛ-ге тапсыратын оқушыларға қандай кеңес берер едің? Өздеріңізге сеніңіздер, себебі сіздердің қолдарыңыздан бәрі келеді. Осы жолы тесттен өтпей қалсаңыздар, келесі тестте міндетті түрде өтетін боласыздар. Оны ешқашан ұмытпаңыздар. Және де егер де сіздер көп упорно дайындалатын болсаңыздар, онда сіздердің еңбектеріңіз міндетті түрде бағаланады. Өздеріңізді жақсы көріңіздер, өздеріңізді бағалай біліңіздер. Сен үшін ең мықты 3 лайфхак айтсаң, осы дайындық барысында мен 3-тен көп лайфхактар мен қолдандым. Ол ең біріншісі, мен түсінбей қалсам, бірден Гүлжан апайдан сұрайтын едім. Және де ұмытып қалсам, бірден сұрайтын едім. Ал егерде Гүлжан апайдан да түсінбесем, ата-анамнан түсінбесем, менімен бірге дайындалып жатқан қыздардан, ұлдардан сұрайтын едім. Ешқашан ұялмаңыздар, себебі егерде ұялатын болсаңыздар, сіз ешқандай жетістіктерге жетпейсіздер. Мен
басқа кітаптарды қолдандым, бірақ тек басқа пәндерден. Ал математика мен логика Гүлжан апайдан жақсы сабақтар үйрендім. Және де мен өзім үшін екенін ұйғардым. И тек өзім үшін, маған басқалар ой міне молодец дайындалып жатыр екен деп айту үшін емес, өзім үшін маған олардың айтқан сөздері керек емес, маған менің мақсатыма жету керек болған. Сондықтан да мен өзім үшін дайындалдым. Маған Гүлжан апай көп айтатын, мақсатына жеткен кезде сенен осындай интервью аламын деп. Мен бұрын сонда ешқашан интервью берген емеспін. Және де мен соған да кішкене қызыққаннан, всегда мен өзімді поддерживать етуге тырысамын, всегда өзімді қолдаймын, өзімнің решениямды жақсылап ойластырамын. Сіздер де барлығы қолдарыңыздан келеді, сіздер өз-өздеріңізді жақсы көрулеріңіз керек, ешқашан мұңаймаңыздар. Егер де тесттен өтпей қалсаңыздар, жыламаңыздар, себебі келесі тесттер сіздерде міндетті түрде өтесіздер. Барлықтарыңызға алдағы экзамендерге сәттілік. Ал осымен бітті, сау болыңыздар.